Рамазан айы өте қадірлі ай. Ол қасиеті Алладан бізге берілген, қасиеті Құран аяттарында және пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде көп айтылған. Мұсылман баласы Рамазан айы басталғанда Аллаға беріліп, мұсылмандықтың жолымен жүріп, Аллаға құлшылық етіп, сонда ораза ұстаса, ондай кісі көп әсерлі, көп сауапты алады. Енді ораза бастамай, көбі адамдар дайындалу керек деп, не істеу керек, қандай амалдарды жасау керек деп сұрайды. Ең біріншіден біз айтамыз, адам баласы рухани ретінде дайындалу керек. Рамазан айы адамға әсер ету керек. Сонда осы Рамазан айында адам баласы тек ораза ұстап жүрмей, онымен бірге исламның осы білімнің жағынан кітаптарды ашып оқыса, Құранның аудармасын оқыса, пайғамбардың өмір баянын оқыса, Рамазанның қандай қасиеттері бар, Рамазан айында ораза ұстаған адам қандай дәрежеге көтеріледі, қандай сауапқа ие болады деп, сол кітаптарды оқыса, білім алса, онда ондай кісінің оразасы толық болып келеді.